Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерменен өте оңай пеште дайындалатын шашликтің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен фаршымызды дайындап аламыз. Үстіне ет майдалағыштан өткерілген пиязды салып, немесе ұсақтап турап аламыз. Үстіне ұсақталған нанды саламыз. Сарымсақ пиязды майдалап езіп алып, үстіне бір жұмыртқаны шағып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осылай видеодағыдай қылып 3-4 минут қаттыға сығып араластырамыз. Сол кезде шашлигіміз ағаш таяқшалардан түсіп кетпейді. Дәміне қарай қара бұрыш, тұзды салып, үстіне сұйық майымызды құйып алып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болып, бетін жауып 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Менде 20 минут тұрды, енді тоңазытқыштан алып, домалақ пішіндерге келтіріп аламыз. Осылай домалақ пішінге келтіріп алып, бетін жауып, кішкене алып қоямыз. Сол кезде шашлигіміздің сулары шығып, жақсы бір пішінге келеді. Бізге осында ағаш таяқшалар керек болады. Осы таяқшаларға тіреп, шашлигіміздің формасын келтіреміз. Шашлигіміздің формасын қалың немесе жұқа қылып келтіріп аласыз, ол өзіңіздің қалауыңызша. Шашлигіміздің фаршын тоңазытқышқа қойғанымыз себепті осында ағаш таяқшадан түсіп кетпейді. Өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Алдын ала печкамызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған печкіде 220 градуста 20-30 минут давамында пісіріп аламыз. Мінекей пергамент қағаздың үстіне жайғастырып алдым. Ең бастысы осылай шашлигіміз қызарып, үсті сәл қарайып тұрған шекем пісіріп аламыз. Достар, сіздер де осы рецептпенен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, өйткені алда көп рецепттермен бөлісемін.